Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова Қазақстанның кәсіподақ ұйымдарының басшыларымен кездесті деп хабарланды. Қазақстандықтарға қанша зейнетақы төленді? Министр жұмыскерлердің өкілдеріне зиянды еңбек жағдайларында ұзақ уақыт бойы жұмыс істейтін азаматтарға 55 жастан бастап зейнеткерлік жасқа толғанға дейін арнаулы әлеуметтік төлемді енгізуді көздейтін заңнамаға енгізілетін түзетулер туралы баяндады. Министр арнайы әлеуметтік төлем ала алатын жұмыскерлердің саны жыл сайын арта түсетінін айтты. Светлана Жақыпова өз сөзінде мемлекет басшысының 2023 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында айтылған тапсырмасын іске асыру мақсатында зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін азаматтарды әлеуметтік қорғау деңгейін арттыру үшін арнайы әлеуметтік төлемді енгізуді көздейтін заңнамаға түзетулер топтамасы әзірленгенін атап өтті. Мәжіліс тиісті заң жобасын қабылдады және Қазақстан Республикасы парламенті сенатының қарауына жолданды. Видеомыз кеңінен таралып, басқаларда тезірек көру үшін видеомызды жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз.